Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді алмалы бәліш, яғни шарлотка бәлішін дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де глютенсіз. Жұмыртқамызға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай аппақ болып көпіруі керек. Кейін оның үстіне ерітілген сары май қосамыз. Сары майды қысқа толқынды пеште немесе сулы моншада ерітсеңіздер болады. Оны сұйық маймен немесе кокос маймен алмастыруға болады. Кейін құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз: жүгері ұны, күріш ұны және де қопсытқыш. Бір шай қасық қопсытқышты жарты шай қасық ас содасына алмастыруға болады. Қамырымыз дайын. Енді оның үстіне ұсақтап туралған алманы қосамыз. Алманың мөлшері өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен 3-4 штук алма қостым. Осылай ұсақтап турап қосамыз. Егер де дәл видеодағыдай істейтін болсаңыздар, сіздерде өте ерекше пирог пайда болады, яғни бәліш кәдімгі оригиналдан айырмашылығы жоқ болады. Енді біз оны формаға құямыз. Пешіміз алдын ала 180 градуста қыздырылып тұрған болуы керек. Форма кез келген форма пайдалана аласыздар. Егер де болмаса, табаға пісірсеңіздер болады, не болмаса фольгадан форма жасап алуға болады. 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіреміз. Піскен піспегендігін таяқшаның көмегімен тексере аласыздар. Құрғақ болса, пісті деген сөз. Біздің пирогымыз дайын. Осындай өте әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Оригинал шарлоткадан, яғни алмалы бәліштен айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің видеома лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызға жіберіп, глютенсіз тағамдарды жеуге ұсыныс жасаңыздар. Денсаулық зор байлық. Сау болыңыздар.